Қаныш Сәтпаев атындағы нөмір 61 мектеп лицейінің қазіргі қалалық дебаты қалай сізге ұнап жатыр ма, және де фуршеті қалай? Маған бәрі ұнап жатыр. Дебаттардың резолюциялары өте қызық. Негізі спорный, сондықтан өте қызық ойнауға. Все классно, удовлетворение. Саламатсыз ба, сізге біздің дебат ұнап жатыр ма? Қайырлы күн. Бүгін Қанышкап өнеріне келдік. Өзімнің оқушыларымды алып келген болатынмын. Оқушыларыма өте керемет ұнап жатыр. Өзім де төрешіліктемін. Ойындары өте керемет. Ең бастысы осы ұйымдастырушылықты өткізіп жатқан 61-ші мектеп және оның ішіндегі Рахметова Айша Қасырбайқызына өз алғысымызды айтамыз. Осындай турнирлар қаламызда көп болуы оқушылардан пікірсайыста жоғары ой жетістіктерінің мықты болуына әсер етеді деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге. Сәлеметсіз бе, сізге біздің дебат ұнап жатыр ма? Я дебат өте қызықты болып жатыр. Жаңа ортамен танысып жатырмыз, жаңа адамдармен күшті коммуникация болып жатыр. И во-вторых, бізде фуршет барлығы күшті өте дәмді болып жатыр. Ұйымдастырушыларға рахмет. И бізді жақсы күтіп алды, там концерт барлығы күшті. Сәлеметсіз бе, сізге біздің қойып жатқан дебатымыз қалай ұнап жатыр ма? Сәлеметсіз, өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Ұйымдастыру алқасына барлығына рахмет. Осындай ойын ұйымдастырып барлық балалардың дамуына, ой өрісін үдетуіне көмектескендерге және қатысушыға рахмет десең. Біздің мектептің дебаты қалай, сізге ұнап жатыр ма? Иә, дебат ұнап жатыр. Себебі өте үлкен ауқымды тақырыптар десек те болады, және бір жағынан маған фуршеті қатты ұнап жатыр. Себебі фуршетінде қазіргі заманның ауқымына сай тамақтар беріліп жатыр, және де бұл маған өте қатты ұнайтын сал. Сізге біздің дебат ұнап жатыр ма, және де біздің сіздерге деген кішігірім фуршетіміз ұнап жатыр ма? Қайырлы күн, сұрағыңызға рахмет. Әрине дебат өте ұнап жатыр, барлығы өте қызықты болып жатыр. Және де сіздер дайындаған фуршет керемет, дәмді барлығы рахмет. Керемет дегенде